Ал Бергей Рысқалиевтің ісіне қатысты жаңа дәйектер белгілі болды. Қазіргі облыс әкімінің аппараты жауапкершілікке тартылып отырған тұлғалардан 31 миллиардқа жоқ қаржы өндіріп алмақшы. Азаматтық талап арызды сот экономикалық салық басқармасының аудиторлық есептің сараптама қорытындылары келтіріліп отыр. Қазіргі облыс әкім аппаратының басшысының атымен жазылған бұл арызда қаражат 10 эпизод бойынша талап етілуде. Мәселен, елді мекендерге газ жүргізу, су тазарту құбырларының, концерт залының, балалар лагерінің, автомобиль жолдары, қала инфрақұрылымы, су құбырлары, электр желілері, көпірлер құрылысы кезінде ақша желінген. Бұл айғақтарды сотқа келген аппарат заңгері дайын қағаздан оқып берді. Мұндай цифрларды көріп жағасын ұстаған айыпталушылар заңгерге қарсы сұрақ жаудырды. Алайда әкімдік өкілі сұрақтарға жауап бере алмайтындығын жеткізді. Айта кетейік, бүгінгі күні Бергей Рысқалиевпен қызметтес болған 22 адам сот алдында жауап беруде. Ал іске тікелей қатысы бар Бергей Рысқалиевпен інісі Аманжан Рысқалиев әлі іздеуде. Мен мемлекеттен бір тиында ақша алған жоқпын, алайда қылмыстық кодекстің 192 бабы бойынша жалған келісім жасады деген айып тағылып отыр. Бюджет қаражатын тонады, не болмаса қылмыстық топтың құрамына кірді деген айыптар тағылмады. Мен 2 жыл өмірімді осы сотқа жүгірумен өткіздім. Ақыр аяғында маған бірнеше миллиардты төлеуге мәжбүрлейді. Не ақша, қалай төлеймін?